Басымызға әңгіртаяқ ойнатады. Алматы облысындағы Алға ауылының ұстаздары директордың орынбасарынан көрген қорлығымыз көп деп шу шығарды. Айгүл Туаршиева бас көздемей балағаттап, тіпті сабақ кестесін қою үшін ақша талап етеді дейді бүгін сабақты тоқтатып қойып айқайға басқан педагогтар. Ол ұстаздардың айлығына да қырғидай тиеді. Алайда 58 жастағы орынбасар мұғалімдердің айтқанын теріске шығарып, ешқашан әдептен аспадым деп ашуға мінді. Берекеміз қашты деген ұстаздарды тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы тыңдап қайтты. Алға ауылының ұстаздарының жұмыстары 10 жылдан бері алға баспай келеді. Бүгін тіпті сабақты тоқтатып қойып, жанайқайын жеткізген мұғалімдер оған директордың орынбасарын кінәлайды. Басшыдан көрген қорлығымыз көп деп күйінеді ашынған педагогтар. Оқушылардың көзінше балағаттап, қарсы шықсаң күн көрсетпей қинайтыны тіптен шектен шыққандық дейді. Міне осы жұмысқа келгелі бір тыныштық бермейді. Айтпағанда айтады, прямо жарайды, сіз болды қойыңыз дегесең, прямо сыныптың ішіне кіріп алады да, айтады, айғайлайды. Өзі оны тыңдамайды, сен қойыңыз, сіздікі өзінікін дұрыс қылады да, қысқасы, менікі дұрыс, сендеркі дұрыс емес. Бұл жерде мен қожайын, мен бастық, прямо өзінің сатып алған мектебі сияқты. Директордың оқусы жөніндегі орынбасары Айгүл Туаршиевадан мұғалімдер тура бір әзірейілдей қорқады екен. Берекемізді қашырды деген ұстаздар құлқының қамын ойлаған білім ошағының орынбасары білікті мамандарды шетінен қудалап, жыл сайын жаңа команда жинайды деп отыр. Жылдың басында 10 мұғалім келеді жаңадан. Бізде сұрақ туындады, неге? Сөйтсек, бұл кісі келген мұғалімдерден минимальный 150 мың, максимальный 250 мың алады екен. Мысалы, мұғалім келіп сұрайды, маған бір күн не жасап беріңіз, шығармашылық. Не? Ана кісі жасайды, 5 мың теңге алады екен. Көп замай шуға себеп болған директордың орынбасары да төбе көрсетті. Ол тапсырманы орындай алмайтын сауатсыз қызметкерлер бірігіп, маған жала жауып отыр деп шырпыр болды. Ол кісілер мектеп әкімшілігінің талабын орындамаған мұғалімдер. Бағанағы ұбытыдан төмен көрсеткіш көрсеткен. Мектепшілік бақылауда сыныптары 20 баланың 10-ы 2 алған. Ол енді сұмдық қой, енді ақша жинайды дегенге мен қарсымын, ешқандай қатысым жоқ. Ондай сұраққа себебі ол заңмен қадағаланады және құзырлы органдар бар. Осы сұрақпен айналысатын. Алға ауылындағы орта мектепте 300-ге жуық оқушы білім алады. Соңғы 10 жылда білім ошағының басшысы 8 рет ауысыпты. Ұстаздар 58 жастағы Айгүл Туаршиева арыздарын қарша боратып, директор шақ келтірмейді деп отыр. Жаңа оқу жылында келген жас басшы да орынбасарымен тіл табыса алмаған екен. Мен жаңадан келгендікте мен көзім жетпейді, мен өзім көзімді жеткізуім керек. Мен жұмыс істеуім керек, маған уақыт керек. Мен басшы ретінде ол кісі маған келіп қаншама сөз айтса да, намысыма тисе де, мен басшы ретінде бәрібір оған дұрыс көзқараспен қарап, ол кісіні де түсінуім керек, екі жақта да бірдей тыңдауым керек, шара қолдануым керек. Сондықтан маған уақыт керек қазіргі таңда деп ойлаймын. Аудандық білім бөлімінің басшысы мектептегі даудың шарықтау шегіне жеткеніне тәжірибелі екі ұстаздың ұзақ жылдан бері арыздасуы себеп дейді. Мамандар тараптарды татуластыруға талпынғанымен еш нәтиже шықпапты. Керісінше білім ошағындағы психологиялық ахуал ушыға түскен. Ол жерде екі тұлғаның арасындағы өзара шағымдар, оның біреуі мектеп директорының оқусы бойынша орынбасары Туаршиева Айгүл Бурангазиевна мен бастауыш сынып мұғалімі Ынтықбаева Тоты Сатанқызының арасындағы өзара түсініспеушіліктің салдарынан туындаған мәселелерді бір-біріне жазып жатыр. Ең соңында бұл біз ойлаймыз, жалпы мектептің оқу тәрбие үрдісіне және педагогикалық ахуалдың бұзылуына әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан бұл ақиқатқа жету біз үшін қазір мүмкін емес болып тұр. Аудандық білім бөлімдегілер ұстаздардың шағым бойынша талай мәрте тексеріс жүргізіп, ешқандай заң бұзушылық фактілері анықталмағанын алға тартады. Сондықтан өзара келісе алмаған мұғалімдерге сотқа жүгінуге кеңес беріп отыр. Ал директордың оқусы жөніндегі орынбасарының жұмыстан кетуін талап еткен ұстаздар болса, білім және ғылым министрлігіне хат жолдап, соңына дейін күресеміз дейді. Сымбат Ғалымбекұлы, Жақсылық Тілепберген, КТК, Алматы облысы.